Бүгін сіздермен бірге үлкен болып шығатын творожный пирог жасайтын боламыз. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды және де үй температурасындағы сармаймызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Артынша қаймағымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Содан соң разрыхитель салып, ұнымызды аз-аз мөлшерден салып, алғашқысында лопатканың көмегімен, содан соң қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Жазылған ұннан артық ұн салмаңыздар, дәл сол 600 грамм ұн жеткілікті болады. Дайын болған қамырымызды мұздатқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Содан соң қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір жағын үлкен бөлік, бір жағын кішкене бөлікке бөліп, үлкен бөлігін астыңғы жағына, кіші бөлігін бетіне алып қоямыз. Противенімізге салып, енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына творог, қант және де жұмыртқа, ванилин салып араластырдым. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Содан соң противенімізге салып, екінші қамырымызды жайып, өзіміздің қалағанымызша узор салсақ болады. Әртүрлі етіп сәндеу өз еріктеріңізде. Ең соңында қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Дәл осылай жасап болған соң қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар, өте дәмді болады, әрі үлкен көлемді. Дәл осы рецептпен заказда қабылдасаңыздар болады. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік, сіздермен болған ләззат. Қолдау ретінде маған пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.